Достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін кешкі тамаққа не жасаймын деп ойланып отырып, ойда жоқта маклюбе пісіретін болып шештім. Алдымен осылай сәбізді домалақ етіп турап, оны екі жақты қызартып қуырып алдым. Сосын картопты да осылай домалақ етіп, барлығын бір көлемде кесіп алдым. Оны да екі жақты қызартып пісіріп алдым. Тұзды салған жоқпын. Сосын менде баклажан кабачок деген болған жоқ. Оның орнына күлте қатырып қойған осындай болгар бұрыштарым бар еді. Оны да бір тектес қой деп болгар бұрышын қуыра салдым орнына. Сосын етімді салып, менде ет жұмсақ болды, өте дәмді ет бұл. Осылай қуырдым, қызартып, үстіне пиязды көп етіп салдым. Өйткені пияздың дәмі ерекше, суды аз құю үшін пиязды көп салдым. Үстіне осындай дәмдеуіштерді салдым. Паприка, хмели сунели, кинза, сосын кішкене тұз салып жібердім. Жақсылап араластырып, оны осылай бұқтырдым. Кішкене үстіне су кішкене ғана құйдым, өйткені менде пияз көп еді. Бетін жауып, бұның әдемілеп, сосын бір сағаттай менде бұқтырылды етім, жұмсақ болып пісті. Сосын майды кішкене құйып жіберіп, күрішті жақсылап жуып, оны да қуырып алдым. Әбден кепкенше қуырады екен. Бұны өстіп, міне осындай шашпа болып шығу керек. Шашпа болып шықты. Оның үстіне алдым да дәмдеуішті салып жібердім. Мендегісі арнайы палауға арналған дәмдеуіш. Өстіп кішкене су құйдым. Яғни су менде 1-1,5 сантиметр. Осындай саусақтың жартысындай ғана ғой, енді кішкене ғана көрсеткендей. Өстіп күрішім өте былайынша дәмді шықты, өзіме ұнады. Бірақ негізі шашпа қылып пісірмеу керек екен бұл тамаққа. Сосын алдымда осындай кішкентай ыдысымды, ең кішкентай қазанымды алдым. Бірақ бұның өзі менде үлкен болып қалды. Астына өстіп пияздарды турап салдым. Пиязды асты күйіп кеткен жағдайда ары қарай өтіп кетпеу үшін салады екен. Үстіне барлығын қатар-қатар төсеп шықтым, кішкене бастырып, сосын етімді алып жақсылап, оны да жақсылап төсеп шықтым. Жаңа пиязы көп болып тұрған сияқты еді, міне ол пияздар жоқ болып кетті. Өйткені пияз көп болса, өзіме ұнайды. Пияздың көп болған дәмді болып шығады. Сосын үстіне осылай жаңағы піскен күрішімді де бастырып салдым. Күріштің үстіне еттен қалған осындай суын араластырып жібердім, дәмді болып шығу үшін. Осылай бетін барлығын тегістеп, сосын үстіне кішкене аздап су құйдым. Көп құйған жоқпын, өйткені барлығы пісіп тұр ғой, дайын тұр. Өстіп суды құйып, бір 15-20 минуттай ғана бұқтырдым. Астын пәсейтіп, міне дайын болды. Аштым, менде күйіп қалыпты асты. Мына қазаным менде өзі асты күйеді, астына жабысып қалған. Алып барлығын түсіріп, айранды төгіп құюға обалсындым оны. Кейін өстіп ыдыстарға құйып қойдым. Былайынша бір жегенге дәмді, бірақ әрине палауға жетпейтін сияқты болып көрінді өзіме. Ал енді видео ұнаған болса, тіркеліп лайк басып қойсаңыздар болады.